Қыздар, бүгін клубниканы жабатын боламыз. 900 миллиграммдық банкамен 3 банка қоямыз. Міне 900 миллиграмм. Біреу. Қыздар, бұл мынандай майда, кішкентай клубникалар дәмді. Сосын қантты саламыз. Екінші ыдысымызға да дәл солай 3 килограмм қант салып, қақпақтарын жауып, салқын жерге түнге қалдырып қоямыз. Міне түнге қалдырған құлпынайларымыз. Қайнатуға дайындап тұрмын. Астын пәсейтіп, қайнатып бастаймыз. Байқасаңыздар, қыздар, астында өзінің құлпынайдың соғы шығып тұр. Өз соғына өзін қайнатып жабамыз. Міне жаймен қанттымыз еріп бастап жатыр. Қыздар, ешқандай су құюдың қажеті жоқ. Өзінің соғына өзін қайнатып жауып аламыз вареньені. Енді жаймен қайнап бастады. Енді байқап, аккуратно қозғаймыз. Көп қайнатудың қажеті жоқ. Құлпынайлар езіліп кетеді, көп қайнатсақ. Осылай байқап, қозғап, бір қайнатып алдым. Астын пәсейтіп, тағы бір қозғап, аккуратно қозғап шығамыз. Тағы бір қайнатуға қалдырамыз. Міне қыздар, қатты қайнап шықты. Енді құлпынай вареньеміз дайын. Өзінің соғына өзін қайнатып алдым. Буға қыздырынған банкама құйып жауып аламын. Ешқандай суды құймаймыз, қыздар. Өзінің соғына өзін қайнатамыз. Мен аузы бұралатын банкаларға жаптым. Вареньеға ештеме етпейді. Аузы сынып кеткен банкаларға да жабуға болады. Осылай барлық банкаларыма құйып жауып алдым. Байқасаңыздар, өте дара-дара, дана-дана болып шықты құлпынайлар. Ұзақ қайнатудың қажеті жоқ. Міне осындай бұранда қақпақтармен бұрап шықтым. Мықтап бұрап қалдырамыз. Екінші ыдысымызды дәл солай қайнатып жауып аламыз. Қыздар, езілмей пісетін құлпынай вареньеміз дайын болды. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.